Саламатсыздар ма? Бүгін біздер натюрморттық қойылымның түпнұсқа қағаздағы жұмысын жүргіземіз. Яғни бүгінгі сабақта біздер үйлестіру және сызықты конструктивті құрастыру. Натюрмортқа зер салып қараймыз тағыдан бір рет. Қандай заттар құралған және қандай ірі заттардан тұрады. Және қағаздың көлемін, жұмыс орнын дайындаймыз. Алдымен қағазға қарап, натюрморттың заттардың сыртқы сызықтарын, сыртқы шектерін белгілейміз қағаздың бетінде. Ол жоғары жақтан, сол жақтан, оң жақтан тең орын және төменгі жақтан сәл көктеу орын аламыз. Яғни бұл біздің композициялық көрінуге дұрыс болу үшін. Натюрморттың заттардың сыртынан ойша сызықтар жүргізе отырып, біздер жобаладық. Шәйнектің құлағы, асқабақтың оң жақ шеті және жеміс астыңғы жеміспен, ол ең төменгі нүкте болып шығады. Асхана тақтайының жоғарғы нүктесі, бұл жоғарғы сызық, мына тұсқа келіп түседі екен. Сонымен бастайық. Жоба менен шәйнектің пішіні трапеция секілді болады бізде. Асқабақ дөңгелек дене шамамен белгілеп қоямыз осы жерге. Белгілеген сызықтардан ауытқымаймыз. Ең ірі заттарды құрастыруымыз керек. Қарындашпен өлшей отырып, шәйнектен сәл жоғары асхана тақтайының табанын іздейміз. Ол біздерде міне осы жерде түсуі мүмкін. Жобамен белгілейміз. Және жоғары бөлік. Енді негізгі сызықтарды тапқаннан кейін заттардың бір-біріне ара қатынасын өлшеу арқылы тағы бір мәрте пішіндерді, яғни пропорцияларды іздейміз. Сонымен кеттік. Қолымызды соза отырып, ең ірі заттың пішіндерін аламыз. Шәйнекті асхана тақтайына өлшейміз. 2 асхана тақтай 1,5 десе сияды екен. Асқабақтың ені мен биіктігін ала отырып, немесе биіктігін шәйнектің денесіне саламыз. 1, 2, 1, 2, 2. 1 бөлік, 2 бөлік. Жобамен осы сәйкестікке келеді. Келесі тақтайдың ені мен биіктігін өлшейміз. 1, 2. Яғни тақтайдың енін алып, биіктігіне қойғанда шәйнектің ернеуіне бір өлшем, жоғарғы жақтан 2 өлшем болып, қағазға бітпей 2 өлшем болып аяқталады екен. Бұл көз жобалап өлшеген кезде дәл осы пропорцияларды іздейміз. Және ұсақ заттарды ол кейінге қалдырамыз жоспарға. Оларды әзірге нақты белгілемей ақ қойыңыздар. Және натюрморттың алдыңғы қыры осы жобада түседі. Тік қабырға мен көлденең қабырғаның қиылысқан жерлерін қарындашты соза отырып, шәйнектен жоғары, тақтайдан әрірек, тақтайдан да жоғары, сәл осы жерден асқабақтың тақтайдың табанынан жоғары белгілеп қоямыз. Сонымен біздерде бүгінгі әзіргі сабақта үйлестіру жұмысы аяқталды деп есептейміз. Біздер натюрморттың сызықты құрастырмалық жұмысымен жұмысында жасау барысындамыз. Және заттардың сызықты құрастырмалы бейнелеу.
міндетті түрде перспективалық қысқаруды ескеру керек. Әрине, заттар жазықтықта дөңгелек зат тұрғанымен, ол перспективалық қысқаруға байланысты бұл жерде барлық шеңберлер эллипс болып көрінеді. Сондықтан эллипстің орындалуы, сурет орындалуына бізде орын дайындаймыз. Қағазға заттардың эллипстің орнын белгілейміз. Заттардың ось сызықтарын сызамыз. Тең бөліп жатқан. Оны өткен сабақтарда да айттық. Қағаздың жиектегімен қарындашпен тексеруге болады. Бұлай асқабақтың осьтік сызығын және ең бастысы тақтайдың осьтік сызығын сызамыз. Бұл тақтай жерде кішкене шайнекке қарағанда қиғаш көлемінде орналасқан. Оны мотордан бұлай тексеріп қарауға болады. Сәл қиғаш көлемінде суретін сызамыз. Сондықтан осьтік сызықтар перспективалық қысқару бойынша бейнелеу өнерінің заңдылықтарына сәйкес болуы қажет. Әрі қарата біздерде алдымызда тұрған қызыл бұрыш, көлемі жағынан дөңгелек, ұзын пішінді болып келеді. Оны да осьтік сызықтарын сызып қоюға болады. Жеміс, ең кішкентай ұсақ зат. Алдыңғы жоспар және матаның сары, жасыл матаның негізгі қырларын сызамыз. Қиылысқан жерлерін белгілейміз. Және алдыңғы планда натюрморттың алдына түскен бөлігін көрсетеміз. Бұл жерде аса ондай қатты жиырықтар жоқ. Натюрмортта мата жай ғана жайылып тұр. Құлақтарын сыздық. Эллипстерді мұқият қарау керек. Эллипстің жоғарғы көлденең сызығын, төмендегі ортадағы осьтік сызығы және ең төменгі алдыңғы қатар. Эллипстерді сызған кезде міндетті түрде алдыңғы жақтарын сәл ауқымды етіп алған дұрыс. Өйткені бұл да бейнелеу өнерінің заңдылығы, яғни перспективаның қысқаруына байланысты орындауымыз қажет. Айқасқан жерлерін дөңгелек пішінге айналдырамыз шеңберге. Қажет болған жағдайда кейбір сызықтарды алып тастауға болады. Егер дұрыс болмай жатса, оны үздіксіз қорықпай жұмыс жасау керек. Эллипстерді істейміз. Қағаздан алшақтап қарындашпен тексеріп шығамыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз, яғни натюрморттың сызықты құрастырмалы бейнелеуін аяқтауға жақынбыз. Көріп отқандағыздай шайнек, тақтай, асқабақ, натюрморттың қырларын, көлденең тік жазықтықтарды негізгі сызықтарын жасап үйлестірдік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.